Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқырмандар? Бүгін тартылған еттен дәмді, сіңімді тағам дайындаймыз. Ең алдымен жуаны турап аламыз. Табамызға күнбағыс майын құямыз. Қызған майымызға жуамызды 5 минут қызарғанша қуырып аламыз. Қуырылған жуамызды ыдысымызға салып алып, суытуға қоямыз. Жуамызды үккіштен өткізіп аламыз. Ендігі кезек үккіштен өткізілген жуамызға тартылған етімізді саламыз. Етімізбен жуаны жақсылап араластырып болған соң, бір дана жұмыртқа, татымына қарай тұз, бұрыш, паприка салып, жақсылап араластырамыз.
күштен өткізілген сарымсақты етімізге қосамыз. Дайын болған тартылған етімізді дөңгелектеп аламыз. Дөңгелектеп алған соң, ортасын қасықпен шұңқырлап, ұя жасап аламыз. Суытылған жуамызды етіміздің ортасына саламыз. Одан кейін қаймақ салып шығамыз. Осылай жақсылап фольгамен ораймыз.
Духовкаға 200 градусқа пісіреміз. Тағамымыз піскенше үкіштен ірімшігімізді өткізіп аламыз. Піскен тағамымыздың үстіне үкіштен өткізілген ірімшігімізді саламыз. Үш минутқа духовкаға жібереміз. Міне біздің дәмді, тойымды тағамымыз дайын болды. Осы видеоға лайк басып, каналыма тіркеліңіздер. Ас болсын.